үрімжіге барғандағы досы былтыр жаңа жылда 2-ші класс оқитын егіз ұлы 5-ші сыныптағы есептердің бәрін шығарып тұр. Барған жерде есептерін тексереді да, отырғызып есеп, сен жаршы менің баламмен деген сияқты. Қытайда оқып жатқан балалар қандай, бізде оқып жатқан деген сияқты ағайларыңыз. Бана 2-ші класстың балалары математиканы өте жақсы меңгеріп алған. Содан ағайларыңыздың намысы келіп, әлемдік, біздің балалар неге оқымай жатыр деп, солай келіп, сол биыл 4-ші класстан бастап алайық. Көп ата-аналар 4-ші классқа келген кезде 5-ші класстың программасын өтіп жатсыз, қиын есеп беріп жатсыз, баланы қинап жатсыз деп біздің ағайларыңыз сондай айтады, ренжиді, түсінбейді ғой олар. Ресейде 13-ші сыныпта өтеді. Математика 5-ші сыныпта. Сонда біз 2 жыл жылға кей кездерде 8-9 оқитын балалардың өзі 5-ші сыныптың математикасын түсінбейді. Неге? Өйткені математиканы түсінген бала ары қарай 8-9-да жақсы оқиды. Сол айтайын дегенім жаңа қазір бізде 4-ші класста жаңа жылдан кейін басталды, 3-ші тоқсан бөлшектерді оқып жатыр да. Ол бізде мынау Сканави орталығында ол бөлшекті ноябрь алдыда жүреді да, тақырып алдыда жүреді, мектептікі артта жүреді екен. Балаға ол көп жеңіл болады деп ойлаймын өзім. Қазір мысалы өтіп жатқан тақырыбы, мектепте өтіп жатқан тақырыбын мысалы Естемехан ойланбастан шығарып отыр. Ағайынның тәжірибесінің арқасында жеңіл болып жатыр. Қазір енді математикасының бары 10, енді толықтай 10, бұрында 10 алып жүретін, бірақ бұрынғы қарағанда сенімді нақты 10 болып тұр ғой қазір бізде. Енді бұл жерде мынандай мәселе бар да, көбінесе балаларды біз ағайларыңыз үйінде оқытады, онлайн, одан кейін офлайн 1 ай тегін оқытады, одан кейін сентябрь, қыркүйек, қазан айында мектеп программасының бәрін өтіп тастайды. Балаларда негізі керек тақырыптарын ғана өтеді да, баланың уақытын алмайды. Сөйтіп, сол Сканави осы кітап бойынша, негізі Сканави деген кітап бұл Жатук мектебінде оқитын балалардың жастана оқитын кітабы ғой. Сол есеп бойынша есеп шығарады. Көбі түсінбей жатады, сіздер орыстың бір несін қойып қойдыңыздар, неге бұл Сканави деген сияқты. Автор. Сканави деген сол мастер-класста айтты ғой. Ол кісі енді не ғой, математик, солар әулетті үлкен. Енді қазір Пифагор деген мектептер бар ғой, сол секілді, ол Сканави. Ағайларыңыз бірден Сканави деп қойды. Мен басында ол қалай болады деген сияқты. Жоқ, мен ана бірінші естігенде ағайдың фамилиясы. Шынайда. Содан кейін мен айтамын, жоқ, бұл Сканави деген болмайтын сияқты, бір қазақша ат қойғанымыз дұрыс. Ағайларыңыз жоқ, бұл Жатук мектебінде оқитын балалардың жастана оқитын кітабы. Біз осы кітап бойынша балалардың есеп шығарамыз. Бұны андай математиканы білетін адамдар біледі. Біз білмедік. Мысалы математиканы жалпы біз енді әдеби, тарихи нелер білеміз да. Аристотель, Геродот, олар жақсы білеміз. Сканави. Сосын Инстаграмда күнде қарап отырамын. Сіздердің Инстаграм парақшаларыңызды күнде кешкісін қараймын, айтып өттім ғой. Ағай қандай жаңалық салады екен, не айтады екен, жолда кетіп баратқан ақпараттардың бәрін ерінбей соны ашып қарап отырамын. Қоңырау болсын, не болсын. Өйткені бала емес, біз өзімізде біліміміз жетілдіру үшін ағайдың сөзін бәрін жібермей қарап отырамыз біз Инста парақшада. Енді осы негізі мына дарын мектептеріне түсіп кеткен балаларға дайындалып, Жатук мектебіне түсу әлдеқайда жеңіл. Одан кейін Жатук мектебінде оқыған балаларға шетелдік университеттердің грантын жеңу өте оңай. Енді қазір шыны керек, мына көп ата-аналар балаларын аяйды ғой, білім берген кезде. Мен де аяйым, мен де жаным ашиды, ұйықтасын, көп есеп шығарды. Жоқ, ондай емес. Өзіміздің баламызда Жатук мектебінде оқып жатыр ғой, қазір сабақтан кейін 2 сағат міндетті түрде есеп шығарады. Оның кәдімгі тамақ ішу, ұйықтайтын уақыты, режим, бүткіл қараңғы бөлмеде ұйықтау керек деген сияқты бәрін зерттеп, мен оның барлық жағдайын жасап қойғанмын. Сағат 10 болды ма, болды, ұйықтайды. Одан кейін сенбі жексенбі күнде Роза апайына барады, сол есептерін шығарады. Өйткені ағайларыңыз ұрсады. Қанша балалар қазір есеп шығарып жатыр, жатақханада, сен үйде жатырсың деп. Сол енді ағайларыңыз өте сондай ұшақта кетіп баратса, машинеде кетіп баратса да, бізде мынандай бір әңгіме айтып отыру деген жоқ. Есеп талдап отырамыз ғой, сызып. Сондай.
балаға негізі көбінесе 11-ші сынып бітіріп кеткеннен кейін үй алып беріп жатады, болмаса тойын жасап беріп жатады, болмаса емтихан тапсырып түсе алмай жатса соның не дейді андай платный ақылы оқыса оның оқу ақысын төлейді деген сияқты. Ол кезде емес, керісінше мен кішкентай 3 жасынан бастап дамытып бастауышта жақсы мектеп мұғалім таңдап берсе, одан кейін осы үздік мектептерді оқыса, 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып қой негізі баланың оқитын уақыты. Одан кейінгі баланы оқытқан тым кеш, ол баланың қызығушылығы да жоқ. Қазір телефон, интернет өте қиын баланы ұстау, тәрбиелеу де қиын. Одан кейін ата-ананы тыңдамайды балалар. Өте біліммен ғана ұстамасаң, былай балаларды ұстау қиын. 10-11-ші сыныптағы балаларды қазір ұбт-ға дайындап берсеңіз деп алып келеді, ол балалар миы қатып кеткен, қабылдамайды, оқығысы келмейді. Ата-анасын тыңдамайды. Иә. Олар ертең не істейді олар? Сол көшеде мопед айдайды. Сіз айтпақшы, және мамаңыз, әке шешеңіз бе деп бір жыл мамам екеуміз кішкене сөзге келісіп қалдық. Мынау қызды дейді, сен дейді математика сүйреп дейді, және сіз айтпақшы шаршатып баланы бостан босқа, осы сен бекер екеуміз түсіндір. Сіздің мастер-классыңызға келем ғой мамамды. Нұрлан аға. Мен де келеш ол жолдасымды алып келейін деп отырмын. Ол кісі де сол айтады ма? Бірінші жаңағы неден көрді ғой үлкен қызым, Теслаға бардық, жаңағы Абайға да бардық, содан кейін онда уже нәтиже жоқ, бұл центрлерде нәтиже жоқ, РФМ-шың деңгейіне жеткізе алмайды деген қол қусыру. Сондай болды да. Сонымен жаңағы мастер-классқа барып келіп, эйфориямен жаңағы бүйтіп айтып атсам, ол жай ғана деп тыңдап отырды да. Сол жаңағы басқа нелердің, орталықтардың деңгейлерінен кейін ойлады, тағы да бір мына үйдің әйелі тағы бірдеңе бастап келе жатыр, тура сондайды деп соны ойлады. Енді 3-ші баламды ойлап тұрмын. Құдай қаласа сәуірде алып келейін, папасымен алып келейін. Өйткені мастер-классқа ата-анасы бірге қатысу керек. Өйткені анасы дұрыс ақпаратты алып кетеді. Барған кезде жолдасын айтқан кезде ол кісі түсінбеді ғой. Түсінбеді, нақты фактілерді көрген жоқ. Оқыған бала қалай болатынын ертең білмейді. Сол себептен қарсылық болады. Солай көп ата-аналардың балалар биыл оқымай қалды негізі. Бірге келіңіздер. Жалпы білім алуға келген кезде біз ашық болуымыз керек. Мәліметтерді бөлісуіміз керек, айтуымыз керек. Мысалы, мен өзім осы жолдан өткеннен кейін басқа ата-ана солай қиналмаса екен деймін да. Келіп тыңдаңызшы. Оқысаңыз да оқымасаңыз. Сол мен сұрайын деп едім. Сіздерде қабылдаған кезде конкурсқа сіздерде фундаменті бар балдарды ғана қабылдайсыздар ма? Енді бұл жерде мынандай 5-ші сынып бойынша 4-ші сынып бойынша есептер береді, өтіп кеткен сынып бойынша 6-ші сыныптар бойынша 5-ші сынып, 7-ші сыныптар бойынша 6-ші сыныптың 10 есебін береді. Сол бойынша балалардың бір 3 есеп, 4 есеп шығара білу керек. Енді мүлдем шығарамайтын балалар да бар әрине. Ол ата-ана үміт күтеді. Бала да қиналады, ол оқи алмай жатса. Сол себептен біз оны дұрыс қарауымыз керек. Соны алып келіңіздер. Енді 6 апрельде өткізейік деп жатырмыз. Былтыр 30 ата-анаға өткіздік қой. 15 бала келеді, 15 ата-ана келеді деген сияқты. Енді залымыз кішкентай болды. Биыл енді келетін ата-аналар көп болып жатыр. Соған байланысты енді бір 60 орындық қазір не алып жатырмыз. 6-сына енді тіркеліп жатқан ата-аналар бар. Осылай енді балалар сапалы білім алған жақсы ғой. Бұны кеңейте беруіміз керек деп ойлаймыз біз. Әлемдік шетел университеттеріне түсуге байланысты енді биыл көп балалар түсіп жатыр. Жәутік мектебінде бізде ата-аналар жиналысы болады. Әр неде қалмаймын, барам, қатысам. Өте керемет. Сен тұр, мен атайын ата-аналар. Енді сондай не дейді, ортада болған кейде шүкіршілік жасайсың. Баланың жақсы болу ортасына байланысты. 50% ортасы, 50% білімге байланысты дейді. Соны сіздер қалай не аласыздар? Сол жақсы орта дегенді қалай түсінесіздер? Отбасы туралы айтатын болсақ, жаңа айтып өттік қой бағана баланың алғашқы ұстаз ата-анасы деп. Бала тәрбие отбасында не көрсе, соны сыртқа шығарады. Мысалы, отбасында ата-ананың қарым-қатынасын өзі балаға үлкен рөл ойнайды. Мысалы, әкесі анасына қатты сөйлеп жатса, болмаса әкесінің ата-ана анасына деген отношениясы дейміз, қарым-қатынасы. Бала үйде не көреді, сыртта соны жасайды.
қарапайым тамақ ішіп отқан кезде отбасында жақсы сөз айтып баланы сөзге тартып, сен не істедің бүгін, жаңа балаға уақытша жетпейді деп айтамыз, уақыт бар негізінде. Ыдыс жуып жатып та мысалы баланы сөзге тартуға болады, аяғын киіп жатып та балам бүгін мысалы не тамақ ішкің келеді, мына сабақта кіммен отырдың, достарың кім деп мысалы ортасын біліп алсақ, мысалы тәрбиенің бастауы сол деп ойлаймын. Бірінші жаңа үйден бастау, өзімізден бастауымыз керек негізі баланы. Мұғалім кінәлі дейді, мұғалім кінәлі емес, ол негізі үйінде не көреді, соны жасайды бала негізі. Ата-ана өзі бірінші өзін ортаға баланы бейімдеу керек жаңағы қалыптасуына. Енді дұрыс айтасыз, өйткені мына дарын лицейлерін бітіргеннен кейін осы үздік мектептерге оқып жатады ғой. Ағайларыңыздың өзі бір оқиғаны айтып отырады. 11 уақытында жатақханаға кіріп үлгермеген ғой балалар. Театрға барды ма білмеймін. Сол кезде полиция ұстап алады ғой балаларды, енді 11-ден кейін қалай жүрген балалар деген сияқты. Сол кезде таңғалған ғой, балалар сондай тәрбиелі, өте мәдениетті, білімді. Полицияның өзі таңғалған, қандай мектепте оқиды мына балалар, аспаннан түскен ба деген сияқты. Сол себептен бұл енді бұл Жатүк мектебінің негізгі артықшылығы сол ұстаздардың білікті, нағыз маман олар. Немде ол кісілер балаларына тек білім берген, ары қарай балалар өзін өзі жасап жатыр. Балаға біліммен қатар сіздер балаларыңызды болашақта қалай елестетесіздер? Осындай бір жауапкершілігі болғанын қалайсыздар ма? Қалай елестетесіздер жалпы? Мен қазірден айтамын, адам бірінші жауапкершілік алып үйрену керек. Сендердің қазірдің өзінде де өздеріңнің таңдауларың бар. Сендер еркін таңдау жасай аласыңдар, бірақ дұрыс таңдау жасауларың керек. Біз жолдасым екеумізді айтам, біз бірінші рет ата-ана болып тұрмыз. Біз сендермен бірге өзіміз қайтадан тәрбиелеп жатырмыз. Менің өзім, жеке өзім жаңағы психология, бала тәрбиесі, соның бәрін қайтадан өзіме қайтадан іздеп, өзімді қайтадан перевоспитываю. Айтам, сендер де сол ізденіп, өздеріңе жауапкершілік алып үйреніңдер. Сендер біздің жауапкершілігіміздеміз. Біз мысалы түсінеміз соны. Сендер де қазірден бастап соны үйреніңдер. Өйткені бала біздің неміз емес қой, меншігіміз емес. Ол біз себепкер болуымызбен дүниеге келген адам. Оған біз дұрыс білім беріп, дұрыс орта қалыптастырып, кішкене фундамент береміз, аяғынан тік тұруға көмектесеміз. Ол тік тұрғызу деген ол жаңағы үй алып беру, көлік алып беру, үйлендіру ғана емес, білім, сосын жаңағы тәрбие. Бастауыш жалпы мектеп таңдамау керек. Ағайларыңыздың айтқан сөзі, мектепте мұғалім таңдау керек. Мұғалімге байланысты бастауыш сыныпта. Сол себептен енді барша ата-аналарға айтамыз, бастауышқа берейін деп жатқан балаларыңыз болса 7 жасқа толтырып, одан кейін барып сол мұғалім таңдап, ұстаз таңдап, солай бойынша беріңіздер. Ол ақылы мектеп болсын, мемлекеттік мектеп.